екі шеңбер арқылы өз орындарыңызға жұмысты тауып отырып алу, иә? Балалар, өткен сабақты пысықтау үшін біздер қазір ойлан, ізден, тап әдісі арқылы өткен сабақты жақсылап пысықтап есімізге түсіріп алайық. Жарай ма? Дайынбыз ғой сабаққа, иә? Қазір ұяшықтардың әрқайсысына сұрақтар берілген, сол ұяшықтарды ашу арқылы сұрақтарға жауап береміз. Ал кеттік, бізде бастай ғой, Назым. Қайта ұяшық таңдаймыз? Бірінші ұяшық екен. Н, Н жұрнақтар арқылы жазылатын етістің түрі. Өзі кетсе екен, дәлем. Жарайсың, отырған кеттік, келесі. Атқадыр. 11-ші ұяшық дейді. Болымсыз етістігі бар сөйлемді табыңыз. Адамдардың табиғатсыз күні болмайды. Жарайсың. Кеттік, келесі. Каусар. 13-ші ұяшық екен. Күрделі етістігі бар мамалмазет табамыз. Яғдау. Уақытымыз. Бұтаға паналған торғайда аман қалады. Бұтаға паналған торғайда аман қалады. Жарайсың, кеттік, келесі. Иманғали. 60-ші ұяшық екен. Етістер мағынасына морфологиялық тұлғасына қарай нешеге бөлінеді? 4-ге бөлінеді. Кәні? Жарайсың, отыра ғой. Алихан. 7-ші ұяшық екен. Күрделі етістікті көрсетіңіз. Кездесіп тұрады дейді. Жарайсың, тамаша. Келесі. Сымбар. 8-ші ұяшық екен. Сабақтың етістікті тап дейді. Сабақты етістік қалай жазылады? Ұлпанды қатты көргісі келді. Ұлпанды дегенде, ұлпан деген сөзге Г деген табыс еттігінің жалғау. Жарайсың. Кеттік, келесі. Інжу. 3-ші ұяшық екен. Сал етістікті тап дейді. Қайсы? Жауап көрсеткен. Жауабы. Ата-анаға құрмет көрсетті. Жарайсың. Кеттік, келесі. Каусар. 2-ші ұяшық екен. Етіс дегеніміз не? Етіс. Яғни қимыл мен іс-әрекетті орындаушының арасындағы байланыс екен. Жарайсың. Кеттік, келесі. Әбдіқадыр. 10-ші ұяшық екен. Етістік жасалу жолына қарай нешеге бөлінеді? Қалай бөлінеді? Дара және күрделі дейді. Қате болып шықты. Келесі жалғастырып кете береміз. Диас. 5-ші ұяшық дейді. Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді? Дара және күрделі дейді. Жарайсың, тамаша. Кеттік. Анел. 10-ші ұяшық екен. Етістік жасалу жолына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді дейді. Қарайық. Жарайсың, тамаша, керемет. Келесі. Көркем. 4-ші ұяшық дейді. Етістіктің сұрақтары. Не істеп, не қылды, қайтты. Дұрыс, өте жас. Не істеді, қайтты, не қылды. Кеттік, неше сұрақ қалды бізде балалар? 2 сұрақ қалды. Балнұр. 12-ші сұрақ дейді. Етістіктің болымсыз тұлғасында тұрған сөздер тобын табыңыз. Келген жоқ, айтқан емес. Дұрыс, келген жоқ, айтқан емес. Жарайсың, отыра келіңіз. 9-ші ұяшық кім қалды бізде? Кім? Адибек. Ал сабақты етістік қалай жасалады? Табыс септігіндегі сөзді қажет етеді. Жарайсың, отыра. Қазір ойлан, ізден, тап әдіс арқылы өткен сабағымызды пысықтап, яғни қорытындылап еске түсіріп алдық, иә? Балалар, бүгін бізде бағалауымыз қазақтың ұлттық ойыны асық арқылы бағалаймыз. Әрбір дұрыс жауабымызға 2 балдан беріп отырамыз. Жарай ма? Өздері белгілеп отырыңдар. Әрқайсымыз алып алайық алдымызға. Әрбір
сұрақтарға жауап бергеннен бастап белгілей беруімізге болады. Екі балдан беріп отырамыз. Ал балалар, олай болса сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздегі сабақ не туралы болуы мүмкін? Жаңа біздер ішкі және сыртқы шеңбер болған кезде бәріміз сурет қиындылары арқылы орнымызға отырдық, иә? Осы сурет қиындылары арқылы бүгінгі тақырыпты болжап жіберейікші кәне. Бүгінгі тақырыбымыз не жайлы болмақ? Яғни күрес, яғни спорт түрі күрес туралы болмақ екен, иә? Жалпы балалар, біз бастаған бөлім қалай аталатын еді? Спорт және белгілі спорт жұлдыздары. Морфологиядан етіс түрлерін өтіп бастап едік. Ал олай болса тақтаға назар аударамыз. Одан кейін балалар, біздің сабағымыздың ерекшелігі түрі біздер қазақ тілі пәні мен дене шынықтыру пәнін кіріктіріп өтіп жатырмыз. Қазір осы күрес туралы сендерге Еркебұлан ағайларым керемет ақпараттар береді. Қазақ күресі бойынша бірінші ірі жарыс 1938 жылы ауыл шаруашылығы аймақтары арасында спартакиада аясында өткен. Қазақ күресі дегеніміз не? Ең бірінші кім еске түседі қазақ күресін? Қажымхан атамыз еске түседі. Қазақ күресі бабаларымыздан қалған асыл мұра. Ол күш пен ақылдың айла төзімнің сайысы болып келеді. Ол Қажымхан атамыз қазақтың күші тек білектен жүректе екенін бір қолмен 200 келі салмақ кір тасын көтеріп, қазақтың күші білектен жүректе екенін дәлелдеген кісі. Біздің кім еске түседі? Мықты чемпионымыз Жақсыл 3-1 атамыз еске түседі. Ол кісі де талай додаларда жеңіске жетіп чемпион болған кісі. Ал қазіргі заманның батыры кімді еске аламыз? Елдос Сметов, Елдос Сметов ағаларым 3 титулға қолына еңсеріп, қазақ күресі мықты әлемге танытқан қазіргі батырымыз деп еске аламыз. Қазіргі заманның батыры деп айтсақ та болады. Мысалы, сендердің араларынан да болашақ чемпиондар шығады деген сеніміміз мол. Рахмет ағай. Қазір біздер етістерді бастадық, иә? Етіс дегеніміз не еді? Кім айтатқан? Етіс дегеніміз не еді? Іс-әрекет пен жүзеге асырушының арасындағы байланыс еді, жарайсыздар. Бүгінгі балалар біздің сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Одан кейін етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ал енді етістің түрлерін айтып берейікші кәне. Түрлерін айтып өтейікші етістің түрлерін. Мұхаммед? Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс және ортақ етіс. Жарайсыздар. Бізге балалар белгілі өздік және өзгелік етістермен біз таныс болдық. Солай ма? Ал енді өздік етіс дегеніміз не еді? Диас? Өздік етіс дегеніміз іс-әрекетті немесе қимылды өзі істейтіндігін немесе істегендігін білдіретін жұрнақтары ын, н, жарайсың. Мысал? Жуынды, киінді, таранды. Жарайсың, отырамын. Өзгелік етіс дегеніміз не? Қандай жұрнақтар арқылы жасалды? Сымбат айта аласың. Іс-қимылдың тікелей өзі арқылы емес, өзге біреу арқылы жасалатын етістік түрі екен. Жарайсың. Қандай жұрнақтар арқылы жасалады екен? қыз-іс, қыз-іс, жарайсың. Мысал келтіре қойшы. жазғыз, бергіз, айтқыз, жарайсың, отыра қой. Ал енді балалар, бүгін өтетін тақырыбымыз ортақ етіс. Өзі тақырыптың өзі айтып тұр, ортақ етіс деп. Яғни бұл жерде іс-әрекетті неше адам орындайды екен? Бірнеше адам орындайтын етістік түрі ортақ етіс деп аталады екен. Ортақ етіс ыс, іс, с жұрнақтары арқылы жасалады екен. Мысалы, жазыс, жинас, көтеріс, салыс. Осы берілген сөздердің түбірлері қай сөз табы? Жаз, жинас, көтер, сал. Етістік, дұрыс, етістік.
иә, міне осы жұрнақтарды жалғау, етістікке жалғау арқылы біздер не жасайды екенбіз? Ортақ етіс жасайды екенбіз. Түсінікті, иә? Іс-әрекетті бір адам емес, бірнеше адамның орындауы. Ал енді балалар осы тұста ортақ етісті білгеннен кейін біз мына нәрсені де ережені де есте ұстауымыз керек. Ортақ етіс тұлғасындағы етістік пен зат есімді сұрақ қою арқылы ғана ажырата алады екенбіз. Түсінікті, иә? Мысалы, ақындар айтысты 2 күнге созбақшы. Нені созбақшы? Айтысты. Бұл жердегі айтыс дегеніміз не? Екі адам бір-бірімен домбыра арқылы айтысады. Жарайсың. Яғни айтыс дегеніміз халық ауыз әдебиетінің бір үлгісі, иә? Қыз бен жігіт айтысы бар, ақындар айтысы бар. Бұл жердегі біздің айтыс дегеніміз зат есім болып тұр. Ортақ етіс тұлғасындағы сөздерді сұрақ қою арқылы ажыратуға болады екен. Мәтінді жақсылап тыңдаймыз дағыны, сол мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды ауызша айтып береміз. Жарай ма? Не? Ортақ етіс. Әдемілеп жазалайық. Сұраққа жауап берген оқушылар, жаңа 2 балдан қосып отырамыз. Мұстафа Өзтүрік, Қазақстан Республикасы Таеквондо Федерациясының негізін қалаушы, халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы, таеквондошы Мұстафа Өзтүрік жайлы білеміз бе? Ол қазақ қана емес, бүкіл мұсылман баласының ішінен қара белбеуге ие болған тұңғыш спортшы. Мұстафа Түркияның Кайсери қаласында дүниеге келген. Дүниедегі таеквондошы, жалғыз, иә? Таеквондо қай ұлттың спорт түрі дедік? Корей ұлтының спорт түрі дедік. Міне Мұстафа Өзтүрік Түркияда жүріп, ол спорттың түрінде өте жақсы меңгеріп алған еді. Жаңа ғана бәрін ашып тұрады. Балалар, осы тұста бізде аптамыздың әр тәрбие сағатымызда жаңа бізде дәйек сөз болады. Осы аптадағы дәйек сөзіміз шығармашыл бала, ойшыл бала екен. Қазір осы тұста бүгінгі тақырып бойынша мен біздің сыныптағы ең бір керемет сурет салатын 2 оқушыға бүгінгі тақырып бойынша сурет салдырамын. Қажымхан атамыз туралы, жалпы спорт, күрес туралы сурет саламыз. Және біздің тағы бір мақтанатын тұсымыз, қазір ғана бізде Абай оқуларынан сыныбымыздағы үздік оқушылардың бірі Әлібек Кәусар 2-ші орынды иеленіп келді. Көрдіңіз ме? Бұл да яғни шығармашылықтың жемісі деп айтуға болады. Отырамын, жарайсың, құтты болсын. Қажымханның спорттық өмірбаянында оның джиу-джитсу күресі бойынша Жапония чемпионы Саракаки Джиндофумен болған күресі айрықша орын алған. Бұл күрес Токиода өткен еді. Француз күресінен әлем біріншілігінің ресми жабылуынан кейін боз кілем үстінде жапон палуаны шығып, өзінің джиу-джитсу күресі бойынша кез келген палуанның жауырынын жерге тигізетінін жария етеді. Бірақ бірде-бір палуан бұл ұсынысты қабыл алмады. Өйткені палуандар күрестің бұл түрінде рұқсат етілмеген тәсілдер қолданылатынынан хабардар еді. Жапон палуанының Қажымханмен белдесуі ол үшін трагедиямен аяқталды. Трагедия дегеніміз не еді? Қайғы еді, қайғымен аяқталды. Ол 6 айға жуық ауруханада жатып, көз жұмады. Мұның бәрі Қажымханның ең әйгілі палуандардың бірі болып, әлемнің атақты спортшыларымен бір қатарда тұрғандығын көрсетсе керек. Балалар, қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бізде оқулықта осы тыңдалған мәтін бойынша тапсырма берілген. Міне, екінші тапсырманың А нұсқасы екен. Берілген сөздер, бағанаға, 2 бағанаға сөздер берілген, осы сөздерді
сәйкестендіреді екенбіз. Түсінікті ма? Дәптерге орындаймыз. Кәне бастаймыз. Тез аяқтап, оқып, өзіміздің жұмысымызбен таныстырамыз. Шығу екен, я дұрыс. Келесі. Қазір. Төбесіне түсіру, орнына қою, Тәубесіне түсіру. орнына қою, жеңу. Орнына қою жеңу. Отыраға, жарайсың. Аяқжан. Аружан оқи ғой. Үш. Құлаққа ұрған танадайын. Тып-тыныш жым-жырт. Тып-тыныш жым-жырт. Жарайсың. Сымбат. Атағы жер жару. Танымал болу. Танымал болу. Жарайсың. Келесі. Дінмұхамед. Дес бермеу, бой бермеу. Дес бермеу, бой бермеу. Жарайсың. Тәмелес. Соңғысын айтағы. Тер төгу. Көп еңбектену. Жарайсыңдар. Дәл осы нұсқамен дәптерімізге жазып аламыз. Өте дұрыс. Бұл сөздердің балалар мағыналы түрлерін білеміз, я? Көркем әдеби түрде қолданылып тұрған сөздер екен. Көркем әдеби тілде бұл сөздерді не үшін қолданамыз біз? Ойымызды үйрену, ойымызды көркем жеткізу үшін тұрақты сөз тіркестерін қолданады екенбіз. Аяқтадық па? Аяқтадық. Дәл осы нұсқамен жазып ала қоямыз. Балалар, енді бізде қазір кішігірім сергіду сәті болады. Сергіду сәтін біздің дене шынықтыру ағайымыз Еркебұлан ағай жүргізеді. 2, 3. 2, 3. Үшінші қатарымыз. Келе ғой, Иманғали. 2, 3. Алған жазбай болып, саттарын айтып. Жеңіске жеткен болады, жеңіске жеткен болады. Дайымыз бар? 1, 2, 2, 3. Ой, молодец. Екінші, үшінші, төртінші суретте. Осы төрт сурет арқылы ортақ етістерді қатыстырып, сөйлем құрастырамыз. Қарау, Каушар қайсы суретке дайынсың? Бірінші суретке ма? Ортақ етіс қатыстырамыз. Айта қойыңыз. Екі адам көзілерде бір-бірімен күш сынасты. Күш сынасты. Ортақ етіс бар ма? Қайсысы? Күш сынасты. Сынасты. Жарайсың, отырамын. Кеттік. Яс. Балуандар бір-бірімен айқасты. Балуандар бір-бірімен айқасты. Ортақ етіс бар ма? Қайсысы? Айқасты. Айқасты. С жұрнама қылып жасауды. Жарайсың. Келесі. Екі суретіміз алды. Чемпионшы тұрғанша. Мына екі суретіміз ғана бар. Анау. Дайынбыз ба? Алды Мұхаммед. Спортшы жанкүйерлермен қуанышын бөлісті. Жарайсың. Спортшы жанкүйерлермен қуанышын бөлісті. Ортақ етіс қайсысы? Бөлісті. Бөлісті. Қандай жұрнағы арқылы жасалып тұр? Із жұрнағы арқылы жасалып тұр. Жарайсың, отырамын. Қазір мен топқа тест жіберемін, яғни осы тест арқылы бүгінгі өтілген тақырыпты қорытындылаймыз. Жарай ма? Телефонымызды ашамыз. Телефондарын ашып дайындалып тұрмыз. Телефон бар оқылған, дайынбыз ба? Қазірде баламыздағымыз тапсырмаларды орындап жібереміз. Келе қойыңдар, Алиса, кел. Балдыр кел. Келе қойыңдар, балдыр кел. Үнжу келе қой. Мержан кел. Балалар, қазіргі заманның талабы осы, қай жерге барсақ та QR арқылы жұмыс жасаймыз, біздер. Бейнеледім. Апайдым, я? Тақтар қойға. Күрестен қырсын сандақ туған отырған. Сурет салумен таңғалдырады бізді. Міне керемет, бұл да бір суретті салып бізге ұсынып отыр. Яғни Қажымхан атамыздың суретін салды. Белгілеп алып, 160-шы беттегі 10-шы тапсырманы дәптерге жазбаша орындаймыз. Мынаны бағалауды тура осы орындарында қалдыра қойыңдар. Тек кітап дәптерімізді жинаймыз болды.